Ерболат Досаевтың қала әкімі ретінде сөзі мен ісі екі бөлек көрінді. Мәселен, ол қаланың тау бөктеріне заңсыз салынған құрылыстың бәрін сүргізуге білек сыбана кірісті. Мұнысы проблема шешуден қорықпайтын, әділдікті жақтаушы ретінде көрінді. Бірақ сөйте тұра, жер кезегінде мүлдем тұрмаған 5 адамға, оның ішінде Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиевтің шешесіне Алатаудың етегіндегі ең қымбат жерден жер телімдерін бөліп бере салды. Мұнысы әділдіктің маған керегіне заңды белшесінен бастым дегені болды. Ерболат Досаев Алматыда әкім болып тұрғанда қаланың Абай даңғылынан жоғарғы бөлігіне биік үй салуға, аула арасындағы алаңдарға құрылыс жүргізуге мүлдем тыйым салдым деді. Бірақ сөйте тұра, ине шаншыр жері жоқ қала ортасына 40 қабатты қонақ үй салуға өзі рұқсат берді. Мұнысы үлкен дауға айналды. Тұрғындар қарсы шықты, халық сөзін сөйлеп араша түскен депутат Бақытжан Базарбектің талай жүйкесі шығарды. Тоқаев 2025 жылы 24 мамырда Ерболат Досаевты әкім қызметінен алып тастағанда Алматы тұрғындарының басым бөлігі шын қуанды. Бірін-бірі құттықтап, мәре-сәре болып сүйінші сұрасты. Я хочу сказать всем алматинцам: радуйтесь, ликуйте, наконец-то Досаева завтра снимут. Мы с вами наконец-то его дожали. Все это время мы показывали неэффективное управление хозяйством этого города, высокую коррупцию. Бірақ Тоқаев көпшіліктің бұл сенімінде ақтамады. Президент оны қыркүйек айында президент әкімшілігінің жетекшісінің орынбасары етіп тағайындады. Ұзын құлақтарға сенсек, ол қазір есімдері ас үйде ғана айтылатын жиендермен өте жақсы. Кімнің жақсы, қалай қызметке барғаны әрине бізге маңызды емес. Бірақ өз ойыма салсам, Ерболат Досаев сияқты ісі мен сөзі алшақ жүрген жерінен шу кетпейтін шенділер билік басында жүргенде Конституцияны қанша жерден өзгертіп, қанша жаңартса да, әр әрпіне алтын жалатып, күміспен қаптаса да, одан елге түк пайда жоқ.